Қайырлы күн тәп-тәтті анасының тәп-тәтті көрермендері. Бүгін біз өте дәмді, өте тәп-тәтті дастарханыңызды гүлдендіріп, бай етіп көрсетіп тұратын, бір жасағаннан ақ шығатын хворостың рецептісімен бөлісетін боламыз. Әдеттегідей толық құрамын описание бөлімінен таба аласыздар. Ең бірінші, таза әрі құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз, және де оның үстіне қазақстандық коньякты қосамыз. Осы коньяк қосудың арқасында біздің хворостымыз өте қытырлақ болып шығады. Оның үстіне тұз, өздеріңіз қалағандай қант, және де осы қоспамызды шанышқының көмегімен бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Көз мөлшермен ұнымызды саламыз. Міндетті түрде ситадан, яғни үккіштен өткізіп салу керек. Сонда сіздің қамырыңыз жоп-жұмсақ, қамырыңыздан қытырлақ хворост шығады. Шанышқымен араластыру қиындап бара жатса, өзіңіздің қолыңызбен кәдімгідей қамыр илеп, әдемілеп жайып жіберсеңіздер болады. Мінекей мына жерде көрсетілгендей доп-домалақ, эластичный, қолға жағымды қамыр шығу керек. Қамырымызды жарты сағатқа бұрышқа қойып қоямыз. Міндетті түрде сыртын пакетке орап қойған дұрыс. Жарты сағат өткеннен соң өзіңіздің ұнайтын жеріңізге, қамыр жаюға ыңғайлы жеріңізге барып, қамырларыңызды ұн сеуіп отырып жайсаңыздар болады. Мінекей қамыр өте жұқа болып шығу керек, және де хворостың формасын өз қалауыңызша жасасаңыз да болады. Мінекей біз өзімізге қалай ұнайды, солай жасадық. Сіздер де дәл осылай жасауларыңызға болады. Мінекей дәл осындай жұқа болу керек, сол кезде сіздің хворостыңыз қытырлақ әрі воздушный болып шығады. Қабаттап кескендіктен осылай бір-бірін ажыратып алу мақсатында қолымызбен лақтырып аламыз. Және де таза ыдысымызға майымызды қойып, отымызды жағып, майымыз қызған кезде ғана барып хворостымызды саламыз. Хворост алтын түске енген кезде осы хворостымызды сүзгінің көмегімен сүзіп алып, қағаз сүргілердің үстіне қойып, үстіне өздеріңіз қалағандай сахарный пудра сеуіп аласыздар. Мінекей біздің өте дәмді хворостымыз дайын болды. Ол өте воздушный, тәп-тәтті әрі қытырлақ болып шықты. Сіздерде де осылай шығады деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған тәп-тәтті арнасы лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.